Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 2021 жылғы 12-14 мамыр күндері өткізіліп жатқан Рухани қазына 2021 онлайн фестивалінің аясында отандық мәдениет саласының үздік ұйымдары мен қызметкерлері анықталады. Әр өңірден оқ бойы оза шапқан өнерпаздардың ақтық кезеңдегі жұмыстарын бағалау Нұр Сұлтан қаласында онлайн режимде өтеді. Жеңімпаздар кітапхана саласы, музей ісі, мәдениет ұйымдары бойынша анықталады. Үздіктерді іріктеу жұмыстары министрліктің YouTube каналында, кітапхана саласы бойынша ұлттық академиялық кітапхананың, музей саласы бойынша ұлттық музейдің, мәдени демалыс ұйымдары бойынша Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымның Facebook парақшаларында тікелей эфирде көрсетіледі. Сондай-ақ фестиваль барысында министрлік ресми жариялаған 2021 жылы Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы аясында отандық балалар мен әдебиетінің өкілдеріне, кітапхана ісі мамандары мен үздік әдебиет және өнер музейлеріне арнайы жүлделер табысталады. Фестиваль қорытындысы 2021 жылға 19-21 мамыр күндері Көкше өңірінде жарияланып, фестиваль тарихында тұңғыш рет Қазақстанның 2021 жылғы мәдени астанасы анықталады. Рухани қазына 2021 ұлттық мұралар ұлықталатын алаң.